Бұл менің ауылым. Таңғы самал жел бетімді желпіп, құстардың үнімен оянатын мекен. Мұнда табиғатпен тыныстайсың, әр демің балғын таза ауа, құмарың қанбайтындай тыныштық, жанға сая болар кеңдік. Бұл жерде уақыт баяу ағады, бірақ әр сәттің мәні бар. Ауылым тек мекен емес, жүректегі орын. Осындай сұлулықты сақтау біздің ортақ борышымыз. Табиғат үнсіз тіл қатқан ұстаз секілді. Оны тыңдай білсек, болашақты да жарқын ете аламыз. Дей келе, тазалықты өзгеден күтпей, өз ауылымыздан, көшемізден, мектебімізден бастағанымыз жөн. Біз кішкентай игі ісіміз арқылы үлкен өзгеріске қадам жасай аламыз. Қоқысты жерге тастамай, оны сұрыптап, қайта өңдеуге жіберу, тал отырғызу, айналамыздағы адамдарды тазалыққа үндей білу. Осының бәрі ауылдың жарқын болашағына қосылған үлес. Ата-бабаларымыз табиғатты ерекше қастерлеген. Бүгінгі ұрпақ та сол дәстүрді жалғастырып, туған жерін таза әрі көркем күйде сақтауға міндетті. Таза ауыл денсаулық кепілі, ұрпаққа қалатын мұра. Ендеше ауылымыздың гүлденуі өз қолымызда екенін ұмытпайық. Бүгінгі таңда экология мәселесі әлем бойынша өзекті тақырыптардың бірі. Табиғатты қорғау, қоршаған ортаны таза ұстау әрбір азаматтың міндеті. Бұл үлкен істі өз ауылымыздан, өз үйімізден бастау керек. Сол себепті менің ауылым жобамның тақырыбы «Таза ауыл бізден басталады». Ауыл біздің туған жеріміз, алтын бесігіміз. Оның көркеюі мен тазалығы бізге тікелей байланысты. Егер әр адам өз ауласын, көшесін таза ұстаса, бүкіл ауыл көркейеді. Бірақ ауылдың шетіне көз салсаң, көңіл қынжылады. Боқтық маңында орналасқан үйлер, тазалық сақталмаған жерлер. Бұл тек жайсыз көрініс емес, денсаулығымызға тікелей қауіп. Иісі қолқаны қабатын бұл маң адамдар тұратын жердің дәл қасында жатыр. Бұл тек ауыл көркін бұзатын мәселе емес, адамдардың өмір сүру сапасына да әсер ететін үлкен түйін. Біз таза ауамен тыныстаймыз дейміз, бірақ кейбір жерлерден өкініштің иісі сезіледі. Қоршаған ортаға бейқам қарау, өзімізге ұрпағымызға бейқам қарау, мұндай көріністер ескерту. Ауылдың келбеті сол жерде өмір сүріп жатқан халықтың мәдениеті мен санасының айнасы. Егер әр адам айналасындағы қоршаған ортаға жанашырлықпен қарап, тазалықты сақтап, көгалдандыру мен абаттандыруға үлес қосса, ауылымыз көркейіп өмір сүруге қолайлы, тартымды мекенге айналады. Сондықтан ауылдың гүлденуі мен тазалығы тек әкімдікке немесе арнайы қызметке емес, баршамызға ортақ міндет. Дей келе, мен осы ауылымызды таза ұстауға осындай шаралар қосқым келіп отыр. Біріншіден, қоқысты арнайы орындарға тастау және оны сұрыптап үйрену. Екіншіден, ауыл тұрғындары арасында таза көше, үлгілі аула сияқты байқаулар ұйымдастыру. Үшіншіден, мектеп оқушылары мен жастарды сенбілікке жиі тарту. Төртіншіден, ағаш отырғызу, гүл зарлар жасау арқылы ауылды көркейту. Бесіншіден, экологиялық білімді арттыру, табиғатты сүйетін ұрпақ тәрбиелеу. Біз ауылымызды сүйеміз, бірақ сүйіспеншілік тек сөзбен емес, іспен көрінеді. Айналаны таза ұстау әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Табиғат бізге үнсіз сеніп тапсырылған аманат, ал оны аялау парызымыз ғана емес, болашақ алдындағы борышымыз. Қазір бір аула тазаласақ, ертең бір буынға үлгі боламыз. Бір қоқыс жинасақ, ауамызды, жанымызды тазартып жатқанымыз. Таза ауыл бұл жай ғана арман емес, бұл біздің қолымыздан келетін нақты әрекет. Ауамызды таза, жерімізді көркем етіп сақтайық. Себебі ауыл жай мекен емес, ол біздің жүрегіміздің жұпар иісі.